Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында тауық қанаттарын дайындайтын боламыз. Өте керемет болып шығады. Осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен тауық қанаттарын осылай екіге бөліп аламыз және осылай вилкамен тесіп шығатын боламыз. Содан кейін кесеге су құямыз да үстіне дәмдеуіштерді салатын боламыз. Тұз саламыз және қара бұрыш, қызыл бұрыш және тауыққа арналған дәмдеуіш түрін салдым. Оны салмай қойсаңыздар да болады. Толық қажетті ингредиенттерді, яғни приправалардың мөлшерін мен описаниеге жазып кететін боламын. Осылай тауық қанаттарының үстіне құйып, шамамен 5-6 сағатқа бетін жауып тоңазытқышқа қоятын боламыз. Немесе кешкісін жасап, бір түнге қалдырып қойсаңыздар да маринаты керемет болып шығатын болады. Маринатталған тауық қанаттарын осылай бөлек ыдысқа салып аламыз. ұн немесе панировочный сухари дайындап, үстіне қызыл бұрыш және қара бұрышты салып араластырамыз. Сосын ұнға бір аунатып және маринатталған суға қайтадан саламыз да және ұнға қайтадан салып, сұйық майда орташа отта қуырып алатын боламыз. Бізде сұйық май қатты қызған болу қажет және орташа отта асты үстін аударып, толықтай пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, өте қатты ұнайтынына сенімдімін. Және арнамда қандай да бір рецепттер көргілеріңіз келсе, комментарийға қалдырып кетсеңіздер, мен міндетті түрде жасап салып қоятын боламын. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.